Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінде Қарбалас халықаралық кодекс әскери техникалық көрмесін биыл алғаш рет аталмыш ведомство өткізгелі отыр. Бұл жолғы көрме бұрынғыдан өзгерек, себебі шара аясында тұңғыш рет Қазақстандағы ғарыш күндері халықаралық форум ұйымдастырылмақ. Сондай кодекс 2018-де кибер қауіпсіздік мәселесіне басымдық беріледі. Әлемнің 40-тан астам елі әскери техникаларын көрмеге қоюға ниет танытып отыр. Отандық өндірушілер де бәсекеге түспекке қамданып жатыр. Бұл елордада орналасқан Қазақстан Paramount Engineering кәсіпорнының өндірістік цехы. 2015 жылы құрылған зауыттың жұмысы қыза түскен. 170-ке жуық жұмысшы мұнда өндіріске қажетті материалдың 70%-ын өздері дайындайды. Аталған компания жылына 120 дана әскери көлік шығаруға қауқарлы. Өткен жылы біз алан көлігін өндіріске шығардық. 12 жылдан бері Арлан көлігін шығарып келе жатырмыз. Одан бөлек бізде Барыс 8-8 және Барыс 6-6 көліктеріміз бар. Осыдан 2 жыл бұрын өткен көрмеге қойылған Барыс 8-8 техникасының зембірек модулі шетелден әкелінген еді. Қазір бұл құрылғы отандық өніммен алмастырылған. Осы уақыт аралығында Барыс техникалық және тактикалық тексерістен өткен. Кеттік. Біз қолданып жатқан технология ол мырап технологиясы, ағылшын тілінде mine resistant, ambush protected, яғни кенеттен келіп қалған оқ немесе соқтығыс кезде машина өзін сақтап қалады. Ең бірінші орында ол іште отырған әскери адамдар. Кәсіпорын басшылығы кодекс көрмесі отандық өндіріс ошақтарына жаңа келісімшарттарға қол жеткізіп, экспортқа шығуға мүмкіндік беретін алаң дейді. Сондықтан 23-26 мамыр аралығында өтетін шарада өздерінің озық өнімдерін таныстырмақ. Айбек Қосан, Айбек Тынбаев, Бас жаңалықтар, Астана.